әр аймақтың вальсі жазылып жатса керек. Ескендір Хасанқалиев ағамыз Қадыр мырза әліге қоңырау шалады. Қадақа, біздің Оралға да бір ән керек сияқты. Әнін мен жазайын, сөзін сіз жазыңыз дейді. Ән жазылады, Қадыр аға сөз жазады. Композитор мәтінмен танысып шыққасын Қадекеңе, мана жерде Орал туралы бір ауыз сөз жоқ қой дейді. Сонда Қадыр, әй Ескендір, Орал деп жазсам, әрі кетсе батыс жақ айтар, ал мен бүкіл қазақ айтатын қып жаздым ғой деген екен. Сол ән жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем деп басталатын әйгілі Атамекен. Қадыр ағаның мінген кемесіне Ескендір аға да мініп кетті. Атамекен қалды. Мәңгілік мекен жұмағында болғайсыздар, қосалып. Нұртөре Жүсіп. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі, қазағымна махаббат ау деп білем. Қайда көрсең Атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көк кілем. Асқар тауын аспанаммен таласқан, қазағымның мәртебесі ау деп білем. Қайда